Енді айтады ғой қазақта аз отбасы болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Мен басында екеуміз сүйіп қосылдық, ұнаттық. Бірақ енді келе бере жаңағы енді әйелдер білесіз ғой. Өзі билегісі келеді, өзі би болғысы келеді, қожа болғысы келеді. Ол былай тартты, бірақ енді оған жол бермедім. Амал қанша енді кетуге жіберуге тура келді енді. Сонда әйеліңіз сізге қарсы шықты дейсіз бе сонда? Дегіңіз келіп тұр ма? Иә, маған қарсы шықты, артық мысалы тірлігіме, жұмыстарыма араласты. Даже мен мысалы енді білесіз, қызметте жүрген адам болсын, ана қаладан мына қалаға барып тұрамын. Соған бұл менің айтқаныммен жүріп тұрғысы келмеді, өзімен ғана жүріп тұрғысы келді, сонымен арамызда болмады енді. Содан кейін кетті, жібердім енді. Сізді ол тыңдағысы келмеді, сіз оған бағынбадыңыз, үшін айналып келген кезде тіл табыса алмадыңыз, содан ол кетемін деді, кетсең құр дедіңіз. Примерно мысал ретінде осылай болды. Иә, дәл тауып тұрсың, осылай болды өзі, иә, сол. Жарайды, енді алдағы уақытта үйленетін ниет бар ма? Алдағы уақытта үйленетін ниет бар. Алла қаласа мынау көз ашық, көкірегі ояу, бір инабатты жар жолықса дейміз енді өзім. Жолығады нүке, ниет болса бәрі болады. Бірақ екінші қонған құсыңызды ұшырмамаңыз деп айтқым келеді, өйткені қайта үйлене беретін қыз жоқ бізде.